көмекке болысқан, Николай мен ұрысқан, Кенесары Наурызбай бұған өлең жазайын. Сөз шығады ақылдан, ақыл айтар жақсы ғой, айрылмаған жақыннан бақытты бала туады, мейірімді қатыннан. Бір хикаят сөйлейін, арғатасы Абылай, Қасым ханның баласы, Кенесары батырдан. Наурызбай туды ер болып, ел үшін жаға жыртысқан, жабысып жаумен қырқысқан. Наурызбай мен Кенені мақтауыма келеді. Арамдыққа ауған соң қазақтың кейбір баласы, патшаның келіп жабылды арқаған ақақ жаласы. Бұған қалай шыдасын Кенекемдей данасы, Кенесары батырға қан жауғандай боп кетті жер мен көктің арасы. Кенесары батырдың қан толғандай қызарды, көзінің ақ пен қарасы. Ойран салмай жауыма шыдаймын дедім мен қалай, қазақтың жиып батырын басын қосып жинайын. Қолды түзеп көк найза желкесін жаудың қияйын. Кенесары батырдың жауғаттанар жол еді, жинаған осы батырлар 14 мыңдай қол еді. Кененің сонда мінгені сансыз қолдан озатын, шамадан алған төр еді. Батырлар шығып жайнады, Наркескенді қайрады, арғымақ тұлпар мінгені беттері жаудан таймады. Жиылып тамам батыр келді сонда, Наурызбай Кенесары көрді сонда. Жүйрік тұлпар міндеді, оқ өтпес сауыт күйдеді, соңымнан менің ердеді, Абылайлап жауға кірдеді. Соңымнан менің ердеді, Абылайлап жауға кірдеді. Есінен кәпір танып жүр, зеңбірек атты кәпірлер. Қиындағы асуды біздің әскер алып жүр. Құдайға төрі сеніп тұр, 250 кәпірден бізден 500 өліп тұр. Бұл өлікті көрген соң, аз екенін білген соң, Ағыбай батыр қайғы жеп төресіне келіп тұр. Төре бойды бағайық, қалың әскер бізде жоқ, нар кесетін ылайық. Атамыздың айтқан сөзі бар еді, ер жігіт қос табат деген, төре қосты табайық. Төре сонда бөгілді, әскерін қалған жинап ап Көкшетауға жөнелді. Қызылжардан жылысты, Ағыбай салған ұрысты. Көкшетауға келген соң Бурабайдан алған қонысты. Мекен етті бір жас қыз, азық-түлік ат сайман баршаларын жиып тегіс тәмам етті. Көкшетау биігіне шыға алмады, биігін оқ жетпестің тамаш етті. Хабарын Кенесары естіген соң алшағыр тоған аспен бұда жетті. Дұшпанға төрі қақарды, талай қиын көрген сапарды. Әскердің азық таситын жолдарын арпаның жолы деп атады. Көкшеге оқ жетпеген соң оқ жетпес деп атады. Толық қылып әскерін Сайманға Кенелдей, батырлар түгел бәрі де өнерлі. Хабарын естіп Кененің Николай дұшпан тағы да 15 мың әскер жіберді. Қан майданға барған соң жекпе-жекке тұрысты. Жау жарақ найза қылышты, дем алмастан күн өтін. 13 күндей ұрысты, дем алмастан атысты. Қызылғанға батысты, рахат көрген бір жан жоқ, осылайша шатысты. Ағыбайдың әскері Николайдың әскерін домалатып таудан құлатты. Қырғын салып шулатты, тобына қарай шұбатты. Тартты батыр садақты, тау жаңғырып талқан боп тастан қызыл қанақты. Тау жаңғырып талқан боп тастан қызыл қанақты. Шаңқай түсте кіргені, ағаш үй жанды өртеніп, есепсіз жаудың өлгені. Көшесінен Ақтаудың қып-қызыл боп қанақты. Мылтық атып бір жақтан қолыммен тартты садақты. Бір жұмада сап қылды, қарсылық етпей қалғаны. Менсіздікпін деді де құшақтады аяқты. Ақтауды алды Кенелді, батырлар салған өнерді. 12 мыңдай қол болып Ақмолаға жөнелді. Бер жағында омбының Күлімзинге жетеді.
Көп солдатты ертіп ап, губернатор ертістен жау бетіне өтеді. Елшісін ол жіберіп, өздері қалып өдеріп, қайтем дейді әскер аз, кімге әлі келеді? Кенекең жауап береді, қолымда найза жебелі, тартсам садақ шіркеудің басын жұлып кетеді. Губернаторға айта бар, көп әскері қолымнан төтеп бермей өледі. Губернатор айтыпты, атсын депті көрейін, мергендігім білейін, кіресін шіркеу құлатса, қалағаным берейін, дегенде кене подписка берсе депті сенейін, әруағына Абылайдың сыйыны ватып көрейін, дұшпанның көңілі басылып, үстем болсын мерейім, шақырып алды алдына Ағыбайды тобыннан, атамын деді шіркеуін, садақпен тартып жонынан. Губернатор қайтпастан өзінің айтқан сөзінен, қайтса сөзден мерт болып, шабайық жауға тезінен. Кулумзиннің бір жағын түгел бізге бермесе, обалын көрсін өзінен. Егер оғым алжасып, қате кетсе далаға, қалағанын олдалсын, мен қайтпаймын сөзімнен. Осылай сөз байлайды, батырдың күші қайнайды, көзі шоқтай жайнайды, беті жаудан таймайды. Көк бурылдым мініп ап, шіркеуге жақын айдайды, садағына оқталып, кідірместен тоқталып, атуға белді байлайды. Жүгіртіп келіп бурылды, шіреніп тартты садақты, көрсетті қалың тобына, қайратпенен талапты. Шыдай алмай күшіне, тізесін бүгіп ат жатты, ыза болып атына барып қайтып тағатты. Үшінші рет болғанда аузына алды аруақты, бурылыға күш бөтіп, тағы тартты садақты, басына шіркеу дәлдейіп, кіресін жұлып құлатты. Губернатор көзіммен мергендігін көреді, іштен тынып үндемей, сезіктенді кенеден. Уәдесін бұзалмай, Кулумзинге қараған ертістің бойын береді. Жинап алып сарбазын кең мәжіліс құрады, жинап алып сарбазын кең мәжіліс құрады. Сөйлегенде билейді, қара қазақ баласын, қол астыма жинайын, қазақ үшін құрбан қып, шыбын жанды қияйын, ерек ескен дұшпанды ауыздықпен тияйын. Халқымның қамын жеп жүрмін, елдің кегі деп жүрмін. Бір басымның қамы үшін елдің сатып намысын, қоныс тауып қолайды деп жүргім жоқ сияйын. Қырғыз қазақ баласы отырған көрші ел едің, салтанатың жарасқан еркін өскен ер едің. Басыңды қосып бәріңнің ел қылайын деп едім. Салдырған патша қаласын жер қылайын деп едім. Оққа көзін тестіріп шел қылайын деп едім. Көзден жасын ағызып сел қылайын деп едім. Арқаның күйін келтіріп гүл жайнатып қонысын ел қылайын деп едім. Терезесін патшамен тең қылайын деп едім. Мақұл көрсең соңым бер, кенекең берер көмегін. Айқасуға жауыммен қырғыз боп тұр керегің деп кенекең елшісін жібереді қырғызға. Білуге бір дерегін, манаптары қырғыздың қан сөзіне көмбеді, айтқанына жүрмеді, батырға тізгін бермеді. Пара жеген патшадан жаңқарашантай дегені кене жақсы көрмеді. Арам ниет бек манап өшіктірді өсек сап қазақ қырғыз арасын. Өйткеніммен не пайда, кенеден тартты жазасын. Ертелі кеш кенекең манаптың алдым мазасын. Жетсу бойы үйсінді, әкетті тартып өзіне, көрсеткендей табасын. Әкетті тартып өзіне, көрсеткендей табасын. Кенедей таптау ағасын қорыққаннан манаптар тауға кіріп паналай, өлмейтін жерін сағалай, түбекке күріп бекінді мықты жерін шамалай. Сонда да болмай кенекең айдап шықты қамалай, сонда да болмай манаптар қаша соғыс туғыздей.
қарсылық қылды қаралай көндірем деп оларды. Кенекең қылды қайратты меркеден әрі асырып, түгел қуып айдатты. Ақсуды алып жайғасып Алатаудан асырды. Жартысы қашып құтылып Кенекеңнің қалғаны аяғына басырды. Сонда да болмай Кенекең Абылай аспас асудан асамын деп өктеді. Сонда дағы манаптар асуын тастап кетпеді. Қара балта соқұллық батырлар соған барған соң манаптың қолын тағы да сыпыра шауып өткені. Патшаға сеніп ердің деп сөз дастыртын бердің деп Кенекең қылған өкпені. Сондықтан әбден өштесіп манапқа мейірім етпеді. Өрлей берді Кенекең Бішкекпенен арасан оны басып тағалды. Тоқпақпенен кекілік алынбай енді сол қалды. Асатын жер табалмай батырлар ауыр ойланды. Көгала қалқан өңгеріп жебенін найза қол қалды. Тау қыдырып тас кезіп тоқпаққа қарай жол салды. Қыспақты күнде қысылсаң тұрғанда төре осылай. Астыртын хабар алысып патшамен манап сөйлесіп, қырғыздың манап орманы патшаға барып сатылды. Ішіне тыңшы кірген соң әлсіз жерін білген соң бір күні түнде қапелім Кенекеңнің көп қолын манаптар келіп басады. Қапыда қалып Кенекең түн ішінде сасады. Сонда да қайтпай жауымен қан майданды жасады. 9 айлық соғыстан шаршап әбден қажыған батырлардың қайраты қайта туып тасады. Сонда дағы шыдамай Кененің қолы қаймығып шегініп кейін қашады. Патшаға қарсы соғысқан халық үшін жан қиған әскері кетіп қолынан Кенесары Наурызбай қырғызда қалып өледі. Кенесары Наурызбай қырғызда қалып өледі.